Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен машқурда дайындайтын боламыз. Немесе мәш сорпа деп те аталады. Ал ендеше бастайық. Бізге қажетті заттар: ет, пияз, болгар бұрышы, сәбіз, помидор, күріш, лобия, мәш керек болады. Лобияны біз мәш сататын жерден алсамыз болады. Өте дәмі ерекше болып шығады. Ең алдымен қазанымызға майымызды құйып, қыздырып аламыз. Содан соң ет және пиязымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Диабетпен заттар алмасу бұзылғанда осы машты сорпаларды және маштан жасалған тағамдарды пайдалануға кеңес беремін. Сондықтан сіздер де маштан осылай диеталық түрде пайдаланып көрсеңіз болады. Өте пайдалы және әртүрлі витаминдерге, А витамин, Е, С витаминдерге толы. Енді қазанымызға тәтті бұрышымызды және сәбізімізді салып 5 минут қуырып аламыз. Содан соң помидорымызды салып қуырамыз. Тұз салып араластырамыз. 5 минут қақпағын жауып қуырып аламыз. Алдын ала мен мына жерде лобияны және мәшті, күрішімізді алдын ала жуып алдым. Содан соң қайнаған суға бір салып 5 минутқа қойып қоямыз. Және 5 минут өткен соң суымызды төгіп тастаймыз. Қуырып болған соң үстіне салқын суымызды құямыз. Суды құйып болдық. Енді оны қайнағанын күтеміз. Лобияны саламыз. Ол лобия етпен қосылып піседі. Егер де сізде лобия жоқ болса, мәшімізді салсаңыз болады. Лобия етпен қосылып пісетін болғандықтан бірінші лобиямызды саламыз. Қақпағын жауып 30 минутқа қайнатып аламыз. Содан соң машымызды, күрішімізді, картопымызды саламыз. Араластырамыз. Енді қазанымыздың қайнағанын күтеміз. Қазанымыз қайнаса астын жай отта қойып 30 минут қайнатып аламыз. Пісуге шамалаған кезінде сарымсақ қосып жіберсеңіз болады. Маштан жасалған тағамымыз дайын болды. Өте керемет сорпа, тойымды тағамдардың бірі. Егер де менің видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр. Назарларыңызға рахмет.